Сәлем достар, сіздермен Алмагүл. Бүгін сіздермен картопты чебурекилер дайындайтын боламыз. Өте тойымды әрі дәмді болып шығады достар. Алдымен менің арнама подписаться жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар достар. Енді біз картопты чебурекилерімізді дайындауға кірісетін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп тамашалаңыздар достар. Алдымен осылай картоптарымызды бөлшектерге бөліп, оның үстінен мұздай суымызды құйып, газге жоғары отқа қойып, картоптарымызды пісіріп алатын боламыз достар. Ешқандай тұз салмай пісіретін боламыз. Картоптарымызды пісіріп алудың өз себептері де бар достар. Міне достар, менің картоптарым қайнап жатыр. Енді осы картопымыздың піскен-піспегені осылайша шанышқының, вилканың көмегімен көрсеңіздер болады. Осылайша міне піскен картоптарымызды суын төгіп, картоптарымызды жақсылап картоп езетімен езіп алатын боламыз. Жақсылап езіп аласыздар достар. Енді осы езілген картопымыз, яғни пюре болып жатыр. Осы картоптарымыздың үстінен 1 чайный ложка паприка, 1 чайный ложка қызыл бұрышымызды және де 1 чайный ложка қара бұрышымызды сеуіп алатын боламыз. Егер де үйлеріңізде мұндай дәмдеуіштер болмайтын болса, қоспай-ақ қойсаңыздар да болады, шарт емес. Осылайша дәмдеуіштерімді қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Және оның үстінен енді 1 чайный ложка тұзымызды салатын боламыз. Жақсылап барлығын араластырып алып, енді осы массамызға, яғни картопымыздың, пюреміздің үстінен зәйтүн майын құятын боламыз. Мен шамалап қойдым достар. 1 чайный ложкадай зәйтүн майын құйсаңыздар жеткілікті. Осылайша майымызды құйып, оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді достар, чебурекиіміздің қамырын дайындауға кірісеміз. Бізге жылы су және сұйық май, 1 дана жұмыртқа, тұз және де жылы сүт, ұнымыз қажет болады. Алдымен 1 чайный ложка тұзымызды жылы суға салып, жақсылап тұзымызды ертіп аламыз. Сонан соң ұнымыздың ортасын ашып, сұйық майымызды құйып және 1 дана жұмыртқамыз шағып салып алатын боламыз достар. Жұмыртқамызды жарып салып, екеуін жақсылап қолымыздың көмегімен араластырып алатын боламыз достар. Жақсылап араластыра отырып, және үстінен аздап суымызды құя отырып, қолымызбен жақсылап қатты қамыр елейтін боламыз достар. Бұл чебурекиіміздің қамыры бізде ашытылмай дайындалады. Пирожки мен бұл чебуректердің айырмашылығы да сонда. Пирожкиді біз ашытып дайындайтын болсақ, чебуректерге ашытудың ешқандай қажеті жоқ достар. Ашытылмаса да өте керемет болып көтеріліп пісетін болады өзі. Осылайша жылы суымызды құя отырып, қамыр елеп, оның үстінен жылы сүтімізді құйып, жақсылап қатты етіп қамыр елеп алатын боламыз достар. Мен жаңа айтып өткенімде картошканы пісіріп салуымыз керек. Себебі біздің чебуректеріміз майға түскесін тез піскеннен соң картошкаларымызды пісірмей салуға болмайды достар. Осылайша қатты қамыр елеп, енді осы қамырымызды 50 граммнан етіп, осындай кішкентай таразының көмегімен барлық қамырымды өлшеп, тындыруға 30 минутқа қойып қоямын достар. Міне достар, бәрін 50 граммнан етіп өлшеп аласыздар. Не болмаса қолдарыңыздың көмегімен көз шамамен бөліп алсаңыздар да болады. Мен осылай таразының көмегімен бөліп жатырмын. Осылайша барлық чебуректерінің қамырларының барлығын дайындап, сұбалай етіп дайындап, 30 минутқа тындыруға қойып қоямын. Міне достар, барлық чебуректерінің қамырларымен дайын. Енді тындырып қойған осы қамырларымды алып, шетінен жаятын боламын достар. Жоқа етіп жаясыздар достар. Жоқа етіп жайып аласыздар. Және де оның үстінен кішкене жабысып жатса, азаған ұн қосып жасасаңыздар болады. Жақсылап осылай қамырымызды елеп жайып алғаннан соң, осылайша үстінен пюремізді, яғни картопты пюремізді салып, жан-жағын жақсылап нығыздап басатын боламыз. Себебі біз майға түскен екен чебуректеріміз ашылып кетпес үшін осылайша жан-жағын жақсылап басып, вилкамыздың көмегімен сәндеп алсаңыздар болады, маған ұқсап.
Егер де кесетін пышақтарыңыз, сәндеп кесетін пышақтарыңыз болса, сондаймен кессеңіздер де болады. Мен осылай шанышқының көмегімен дайындап алып жатырмын достар. Міне осылайша барлық чебуректерімізді бір келкі етіп түйіп алатын боламыз. Міне барлығын дайындап алдым. Енді қызып тұрған майымызға чебурекімізді салып, екі бетін жақсылап қызартып пісіретін боламыз достар. Майға чебуректеріміз салғаннан соң аз-аздан майды чебурекіміздің үстіне құйып тұратын боламыз. Себебі бетінен шариктер шығып, әдемі болып пісу үшін осылайша екі бетін аударып, үстінен майды құйып тұратын боламыз осылайша. Осылайша барлығын қызартып, қуырып аламыз достар. Міне мен көрсеткендей етіп, барлығын екі жағын бірдей қызартып, осылай майды құя отырып, беттерінен шариктерін шығартып, осындай керемет қылып пісіріп аласыздар достар. Кемінде 2-3 минутта ғана піседі. Мен табағым кішкентай болғасын біреуден салып жатырмын. Сіздерде үлкендеу болса 2-3-ден сала отырып, беттеріне май құйып пісірсеңіздер болады достар. Достар, мен видеом ұнаған болса, маған лайк, комментария жазып қойды. Ұмытпаңыздар, лайк баса қойып кетіңіздер достар. Міне достар, мен чебуректерім барлығы дайын. Картошкамен жасалынған, пюремен жасалынған чебуректерім міне дайын. Жұмсақ болып пісіп шықты достар. Менің видеом ұнаған болса, маған подписация жасап, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл.